кінәлі, адасқан, кәпір, серік қосушы, адасушы, адастырушы деп көрсетеді. Деструктивті діни ағымдар жалпы жетегінде кеткен адамдарды ақпараттық коконға алады. Яғни балама ақпарат беретін әртүрлі каналдарды жауып тастайды. Сондықтан адамды деструктивті діни ағымдар өмірлік шынайылықтан культтік шынайылыққа әкеледі. Адамды ақпараттық коконға енгізеді. Культтік ортадан басқа қалған орталарды кінәлі, адасқан, кәпір, серік қосушы, адасушы, адастырушы деп көрсетеді. Сондықтан кез келген азамат осындай ақпараттық коконға түсуден сақ болу керек, ақпаратты жан-жақтан алу керек. Бір ұстаздан немесе бір телеграм каналынан, бір сайттан, бір кітаптан емес, жан-жақты қарау керек және ақпаратты тұтынған кезде сыни ойлау қабілетін де іске қосу керек. Өмірлік шынайылықтан шығып кетпеу үшін, культтік шынайылыққа кіріп кетпеу үшін ақпараттық кокондарға түсуден сақ болу керек.